және құрметті көрермен, бүгінгі бөлімде мен әйгілі талантты актер Бастер Китон жайлы айтпақпын. Видеоны бастамас бұрын парақшама тіркеліп лайк басып, қоңыраушаны басып кетсеңіздер, қазақша арнаға қолдау көрсетіп, демеп жіберсеңіздер, ендеше кеттік. Джозеф Фрэнк Китон 4 қазан күні 1895 жылы Канзас штатының Пикуа қаласында дүниеге келген. Джозеф Китон мен Майра Катлердің тұңғыштары болған Фрэнктің өзінен кейін 2 бауыры болған. Әкесі мен анасы дуэт болып көшеде ән салатын болған. Әкесі акробаттық номерлер көрсетіп, билеп, халықты күлдіре алатын болған. Ал анасы сол уақытта көп кездесе бермейтін саксофонда жақсы ойнай алған. Өздерінің осындай топтарында сиқыршы Гарри Гудини де өнер көрсеткен. Фрэнкке Бастер есімінде осы достары Гудини қойған екен. Оған себеп, бала кішкентай кезінде текпешектен құлап бара жатқанда оны Гудини ұстап қалыпты. Осы кезде бала "What a Buster" деп айтып қалған екен. Ол сөздің аудармасы "міне күшті" деп таңғалған екен. Содан бастап Гудини баланы Бастер деп атай бастаған. Бастердің кішкене кезінен өмірден көрмегені жоқ деуге болады. Жалындаған оттың ортасында да қалып аман қалған. Қолын тіпті өзі жарақаттап та үлгерген. Одан қалса темір жолда жол апатына да түскен. Кірпіштің соққысынан басынан қатты соққы далған. Тіпті адам сенгісіз құйынға да түскен және барлық апаттан аман қалған. Оның жолы болғыштығына жұрт қызыға да қызғана да қарайтын. Өнерлі отбасыда туылған Бастер де өнерден алшақ кете алмады. Ол 3 жасында алғаш рет ата-анасымен өнер көрсете бастады. Әкесі оны анасына лақтырып, соңында көрініс оның құлауымен аяқталып, елді күлкіге қарқ қылатын болған. Ең бастысы, балаға ештеңе де болмаған. Осыны көріп, баланы уайымдаған кейбіреулер билікке баланы олай ойыншық қылмауын өтінеміз деп үндеу салған. Уақыт өте келе Бастер әкесінің ізін жалғастырмақшы болып, елді күлдірмекші болады. Алайда оның күлкісі мен келбеті, іс-қимылына сай келмегендіктен ол өзіне жаңа образ жасаған. Яғни, енді ол не істесе де түрін сол қалпы еш күлмей жасайтын болған және бұл образы халыққа ұнаған. 1917 жылы әкелері араққа салынып кеткен соң оның ата-анасы ажырасып кетеді. Осыдан кейін ол кішігірім көріністерді көрсетуге ұсыныс алады. Сол жерде Роско Арбакл есімді актермен танысады. Роско екеуі қасапшының көмекшісі деген қысқа метражда ойнаған. Ол түсірілім экранға 1917 жылы шығып, халықтың көңілінен шықты. 1920 жылы Бастер Балда фильмінің өзі режиссері болып, Балда фильмін жарыққа шығарды. Оның түсірген фильмдері халықтың көңілінен шықты деуге болады. Халық ағылып, оның өзі ойнаған, өзі түсірген фильмдерге бара бастаған. Ол өзінің фильмдердегі ерекше образдарымен халықты тәнті етті. Өзі еш күлмейді, ал халықты күлкіге қарқ қылады. Бастер Китонның тағы бір ерекше қыры болған. Ол ешқандай көмекшілерді пайдаланбай, өміріне қауіпті шеберлік әдістерді өзі жасайтын болған. Оның әр жасаған әдісі оның соңғы шығуы болуы мүмкін еді. Бірақ мұндай қиын әрекеттер оған оңайға соғушы еді. Мысалы, ол шатырдан секірген. Судың қатты ағысында тұра алған, яғни судың қатты ағысында ағып кетіп, содан кейін түк болмағандай судың екінші жағына бірақ шыққан. Ол көріністі көрген сәтте бір сәтке ол үшін қорқып кетесіз. Ал мына сарқырамада ол өзі ілініп тұрып бір қызды құтқарған болады. Бұл көріністі елге ерекше эмоция сыйлаған. Және келесі видеода ол мотоциклдің алдына жол үстіне еш сақтандырусыз отырған және рульде ешкім болмаған. Бір қызығы, осы қалпымен ол фильмде біраз жерді жүріп өтеді. Соңында бір үйшікке соғылып ұшып барып қонады. Өте қорқынышты, әсерлі көрініс екені сөзсіз. Бастер жерді қойып, суда да керемет түсірілім жасаған, яғни өзі түскен. Келесі мына видеода ол жоғарыдан төменге қашып келе жатады. Алайда көп үйіліп тұрған тастарды байқаусызда теуіп, барлығы оның артынан домалай жөнеледі. Ол сол тастардан қашып қызық көрініс пайда болады. Ал мына көріністе тіліңізді жұтып қоярдай боласыз. Себебі темір жол ешкімге күлкі сыйлай алмайтын секілді. Алайда ол оның қолынан келеді.
Келесі видео тағы да теміржол көлігімен байланысты. Ол теміржолдың бұл жолы алдына емес, дөңгелектерімен айналатын темірге отырады. Бұл көріністі де ел қызыға көз алмай қараған екен. Ал мына рөлі ең қорқынышты болып саналады. Бұл рөлді сомдауға Бастерде тек бір мүмкіндік қана бар еді. Себебі бұл көріністе 1-2 сантиметр қателессе ол өмірімен қоштасуы мүмкін еді. Алайда адам сенгісіз, бірақ бұл да оның қолынан келді. Бұл құлаған құрылыс қабырғасы байқағандарыңыздай жеңіл зат емес. Бұл рөлдердің барлығы бір сөзбен айтқанда шедевр деуге болады. Міне осындай сол уақыттардағы ең қиын шеберлік әдістерді өте сәтті орындап шығатын танымал актердің кинода жолы болғанымен өмірде жолы болды деуге келмейді. Ол өз өмірінде 3 рет үйленіп, одан бөлек өмірі бір құлап, бір тұрумен өткен. Ішкілікке салынып, құмар ойындар ойнап, бірінші, екінші әйелдері оны жалғыз тастап кеткен. Жұлдызы өшіп бара жатқан актерді үшінші әйелі өмірге деген қызығушылығын қайта арттырады. Ол барлығын басынан бастап карьерасына қайта орала бастайды. Үй алады, балаларымен қайта татуласып, бұрынғы жасаған қателіктерін орнына қояды. 1966 жылы Калифорнияда 1 ақпан күні қайтыс болады.